достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 15 минутта дайындалатын пицца рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы сүт, жылы су, қант, аштықы және ұн салып араластырып қоямыз. Оны аз мөлшерде саламыз. Минутқа қақпағын жауып қоямыз. Біраз көтеріледі. Одан кейін тұз, сұйық май және ұн салып илейміз. Қамырды жасап алғаннан кейін жарты сағатқа қамырдың көтерілгенін күтуге болады. Бірақ мен лезде пиццаның жайып шықтым қамырын. Міндетті түрде сұйық май құюға ұмытпаңыздар, себебі қамырымыз піскен кезде қатты болып қалады. Міне қамырымызды жайдық, кетчуп пен майонезді салып араластырамыз. Содан кейін вилкамен қамырымызды осылай тесік қалдырамыз, себебі духовкада қамырымыз көтерілмеу үшін. Енді шұжықты қойып шықтым. Сіздер кез келген затты қоюыңызға болады. Қызанақ, тәтті бұрыш. Осы енді 180 градуста пиццамызды 10-15 минут пісіреміз. Пиццамыз дайын. Үстіне сырды сеуіп шығамыз. Духовкаға тағы да 2-3 минутқа қоямыз. Міне пиццамыз 15 минутта дайын болды. Өте дәмді, қамыры ұсақ. Міндетті түрде жасап